Жақсы, егер сіз осы арнаға көптен бері жазылған болсаңыз, мен тарихымды білетін шығарсыз, бірақ таныс еместер үшін қысқаша мәліметті беріп жіберейін. 2010 жылы мен колледжді $97 студенттік қарызбен бітірдім. Жап-жаңа көлікпен терден жасалған әдемі куртканы сатып алдым. Көлік Kia болды. Мен ақылсыздығыма қарамастан, мен әлі де қаржылай жауапты болдым. Мен ол кезде жеке қаржы тақырыбы жайлы көп біле қоймадым, бірақ қанша өзімді дамытуға қызығушылығым артады, сонша ақшаны тиімді басқару жайлы біле бастадым. Ақырында мен табысты бизнес құрдым, бірінші зейнетақы шотымды аштым және 100% қарызымды өтедім. Соңғысын мен ең үлкен жетістіктерімнің бірі деп санаймын. Міне, бүгін колледжді бітіргеніме 10 жыл болды және мен өз ақшамды қалай басқарғаным жайлы айтқым келіп тұр. Қандай шоттарды пайдаланатынмын, неге олармен және жеке қаржы жайлы соңғы 10 жылда үйренген сабақтарым туралы. Жақсы, басында мен ақшамды қалай басқаратынымды және қандай шоттарды пайдаланатынымды айтудан бастайын. Содан кейін одан әрі талдайтын боламыз. Мен қазіргі шотым бар, несие картам, дербес зейнетақы қорым және жеке зейнетақы саламам. Менің барлық ақшам осы 4 шоттың біреуі арқылы өтеді. Бұл тізімде жоқ бір нәрсе жинаған ақшам. Мен оларға бөлек шот ашудың қажеттілігін көрмедім. Өткен пайыздық мөлшерлемелер соншалықты төмен. Жыл сайын $100-200 алу мені қызықтырмады. Мен әрқашан мүмкін болатын ең үлкен табысты алуға тырыспаймын. Мен өз уақытымды басқаруға және өзіме қажет энергия деңгейін сақтауға тырысамын. Бұл маған бақытым мен қаржым жақтарынан үлкен табысты береді. Содан мен банктен банкке жүгіріп, ең жақсы пайыздық мөлшерлемені табуға тырысудың орнына бейнелермен жұмыс істеуге және бизнесімді дамытуға көбірек уақыт пен күш жұмсауымды таңдадым. Сондықтан мен бизнесім арқылы өзім үшін төлеймін. Осы кезде мен өз-өзіме жұмыс берушімін. Бұл ақша тікелей менің қазіргі жеке шотыма түседі. Сонымен қатар бұл шотты мен әйеліммен бөлісемін. Біз оны жалдау ақысын төлеуге, коммуналдық қызметтерді және несиемен төлеуге болмайтын заттарды төлеу үшін пайдаланамыз. Үй сатып алудың орнына пәтерді жалға алуымыздың басты себебі үйді алуға ақшамыз жоқ. Лос-Анджелесте бұл өте қымбат. Қолайлы ауданда лайықты үй сатып алу үшін $1 миллион астам қаражат қажет. Дәл қазір біз үй сатып алуға дайын болмасақ та, біз жылжымайтын мүлік саласын зерттей бастадық және түрлі үйлерді қарастырып жатырық. Өйткені бұл жайлы қазір ойлана бастау керек. Атап айтқанда, екі фактор сәйкес келген кезде біздің кірісіміз, содан кейін нарық, осы инвестицияны жасаудың мағынасын көргенде, сол кезде біз осы салада әрекет жасау жайлы ойлана бастаймыз. Бірақ кез келген үлкен затты сатып алу туралы сөз болғанда, менің ойымша мұқият және абай болу керек. Ақырында өкінетін мәмілеге келмес үшін. Қалғанның барлығы үшін мен Chase Sapphire банкінен несие картасын қолданам. Мен оны кофе, азық-түлік пен кітаптар сияқты шағын заттарға және электроника сияқты үлкен заттарды сатып алуға қолданамын. Мен осы несие картасын таңдағанымның себебі ол саяхаттауға да, сыртта тамақтануға да өте жақсы. Бұларға мен оны көп қолданамын. Жалғастырмас бұрын мен ойымша несие алудың рисктары мен пайдасы туралы айту маңызды. Қазіргі кезде жеке қаржыға келетін болсақ, сарапшылар екіге бөлінеді. Бұның тек пайдасы тиеді деп айтатындар бар, ал басқалары несие әлемдегі ең жаман нәрсе және сіз одан қалай болса да аулақ болуыңыз керек дейтіндер бар. Ал мен мысалмен ортасындамын. Мен біреуді несие картасын алма деп айтуының себебін түсінемін. Өйткені Америкада өте нашар тұтынушылық несиеден зардап шегетін адамдар көп. Банктің санақтары бойынша несие картаның орташа қарызы $4889 құрайды. Тұтынушылық несие кең таралғандықтан, менің бұрынғы уақытта қате шешімдерді қабылдауым есіме түскендіктен, мен несие картасын алғаш ашқан кезімде өзіме ереже жасадым. Дебетовый шотымда ақша болмаған кезде мен ешқашанда несиелік картам арқылы бірденен төлемеймін. Енді бұл менің қатаң ұстанатын ережем. Көптеген адамдар несие картасын ашатын себебі, олар оны ақшасы жоқ заттарды сатып алу үшін пайдаланады, және бұл оны қолданудың ең нашар тәсілі. Өйткені қанша қарыз жиналады, сонша пайыздық ставка өседі. Қажет емес нәрселер үшін қосымша ақша төлейтін боласыз. Жеке қаржыға қатысты ең қарапайым ереже: жұмсағаныңыздан көбірек ақша жинаңыз, және егер сіз осы ақшаны жұмсап жатсаңыз, бұл мүмкін емес болып кетеді. Мен Vanguard компаниясына қарызымды өтегеннен кейін, мен ол жақта бірінші зейнетақы шотымды аштым. Vanguardқа барғанымның себебі жеке қаржыма қатысты кез келген шешімді қабылдағанына болды. Мен мүмкіндігімше көп зерттеулер жүргіздім, және бұл салада бұрыннан бар мен сенетін сарапшыларды тыңдадым.
Содан мен ең қолайлы шешімді қабылдадым. Өмір салтыма жақын және рисктер қанағаттандыратындай. Және мен Vanguard сенімді инвестициялық компания екенін білдім. Және оларда орташа салада сборлар төмен. Содан мен оларды қолдануды шештім. Зейнетақы қорларда тағы мен ұстап қалған бір нәрсе, дәстүрлерден бөлек, қазір мен шотқа салған барлық ақшаға салық төлеймін. Бірақ кейін пенсияға шыққанда олар мүлдем салықсыз болып кетеді. Егер сіздің ұйқыңыз келіп кетсе, сізбен ғана ондай болған жоқ. Менде де ондай болды. Сізге тек қана 2 зейнетақы салымдарын салыстыру керек. Дербес пен дәстүрліні және өз бетіңізше зерттеу жүргізіңіз. Бірақ шынымды айтсам, дербесті мен керемет инвестиция деп санаймын. Сіз жасай алатын ең қауіпсіз инвестициялардың бірі арзан паевой фондтар. Егер сіз фонд нарығымен байланыссаңыз, сіздің кірістеріңіз 30 жылдың ішінде орташа есеппен шамамен 10% болады. Соңғы 1-2 айдағы экономиканың құлдырауымен менің инвестициялық стратегиям өзгергеніне сіз таңғалуыңыз мүмкін. Шыны керек, түк өзгермеді. Бұл ақшаны жоғалтпадым деген сөз емес, кәдімгідей жоғалттым. Акцияларға инвестициялайтын басқа адамдар сияқты менің табысым біршама төмендеді. Бірақ мен үшін мұның бәрі қысқа мерзімді жоғалтулардан соң үлкен табыстар болатынын білдіреді. Осылай ойлауды ұзақ мерзімде сақтау өте маңызды. Және осы жақтан ақшаңызды ерте шығару, перспективасыз нарықты өлшегеніңіз секілді. Тіпті әлемдік сарапшылар да мұны дәйекті түрде жасай алмайды. Сондықтан ақшаңызды сол жерде сақтағаныңыз жөн. Ұзақ мерзімге инвестициялаңыз және ақырында зейнетке шығуыңызға лайықты түрде қайтарым болады. ақш-та дербес шотқа жарна шамамен $6000 шектеледі. Жұмысымды бастағанымда мен мұндай суммаға әрең жететінмін. Кейін менің кірісім өсе бастағанда, мен одан да көп ақша салғым келе бастады. Сол кезде мен жеке зейнетақы салымды аштым. Мен оны Vanguard'та да аштым. Менің инвестициялық стратегиям дербес зейнетақы шотыма ұқсап қала берді. Акцияларға жоғары инвестициялар мен арзан паевой фондтар. Стратегиямды жаңартуым, зейнеткерлік жасқа жақындағаным сайын өзгеріп тұрады. Сол жақындаған кезімде акциялардың көпшілігін қауіпсіз облигацияларға ауыстыра бастаймын. Егер сіз бұл тақырыпта бастаушы болсаңыз, бұл сізді қорқытқанымен қатар таңғалдыруы мүмкін. Бірақ біліңіз, егер сіз қазір инвестициялай бастасаңыз, онда 30 жылдан соң үлкен қаражаттың иегері болуыңыз мүмкін. Күрделі пайыздың өсімі арқылы. Алдағы 35 жылда сіз жылына $4000 инвестициялай деп алайық. 10% кіріспен сізде шамамен $1,2 миллион болады. Егер сіз инвестицияламай, оның орнына жылына $4000 жай жинасаңыз, сізде бар болған $140 мың болар еді. Қазір инвестиция жасаңыз, сонда болашақ өзіңіз сізге алғысын білдіреді. Шынымды айтсам, мен жеке қаржы туралы бейне түсіргенімде біраз мазасыздандым. Бейне жазбамен жұмыс істей бастағанымда, оны түсіріп монтаждағанда, бүкіл процесс өзімді аздап ыңғайсыз сезіндірді. Өйткені мен өзімді қаржы сарапшы санамаймын. Мен өзімді жеке қаржымдағы сарапшы деп есептеймін. Осыдан өзімнің жеке стратегиям туралы айту ыңғайлы болды. Бірақ мұнымен байланысты рисктерге қарамастан адамдар табылады. Шоттарымды оңтайландыруды ұмытып кеттің. Олардан көбірек қайтарымын алатын едің. Және тағы сондай сияқтыларды айтатындар. Мен сіз не туралы айтып тұрғаныңызды білемін. Бәрі жақсы. Көбіне мұндай адамдар сирек жеке қаржылар жайлы миын қатырады. Әрқашанда сөз қылатын нәрсе табылады. Сізге қалай дұрыс болатынын, дұрыс бағытты көрсететін адамдар болады. Бұл жағдайдың өзінде бір шешімі табылады. Сондықтан өзіңізге адал болыңыз, дұрыстап тұрып зерттеу жүргізіңіз. Жеке қаржыларыңызға көз жүгіртіп, таба алған тесіктерді жабудың жолын табыңыз. Бұл сізге өте үлкен қайтарым береді, ақшадан да көп болып. Мен студенттік қарызымнан құтылғанымда, оны толықтай өтегенімде, иығымнан қандай салмақ түсірілгенін, қаншалықты еркіндік пайда болған сөзбен жеткізу өте қиын. Енді мен үлкен рисктерге баруға мүмкіндігім бар. YouTube арнасын бастауға, ақшан конвейерін бәсеңдетуге, өткен мен ұнайтын жұмысымен айналысқым келеді. Бұны сіздер жасай аласыз. Маңызды шешімдерді қабылдау үшін берік қаржылық негізбен, жұмысқа сенімділікпен қарай бастау. Не болса да қорқынышқа керемет нәрсе істеуіңізге кедергі болып қалуына жол бермеңіз. Сондықтан бар күшіңізбен жұмыс істеңіз. Еш нәрсеге қарамай үйреніңіз. Шешім қабылдап, алға қарай жүре беріңіз. Жеке қаржыңызға инвестиция салу, бұл өзіңізге салынған инвестиция болады. Достар, осы бейнен көргендеріңізге көп-көп рахмет. Сіз бірден үйрендіңіз, бірден түртіп алдыңыз деген үміттемін. Келесі аптада кездескенше.